Баршаларыңызға қайырлы күн, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен 40 қабатты қызанақтың согынды жабатын боламыз. Өте керемет болып шығады екен. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар, бірге жасайтын боламыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Көкөністердің арзандаған уақытында дәл осы әдіспен осы 40 қабат жабу әдісін жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады екен. Барлық көкөністеріміздің барлығын жуып тазалап аламыз. Етті, осы езілмейтін қызанақтарымызды алып, өздеріңіздің қалауларыңызша кез келген әдіспен турап алсаңыздар болады. Және осылай барлығын турап алатын боламыз. Және ет тартқышқа немесе блендерге салып, осылай езіп алсаңыздар болады. Осылай блендерге салып, барлық қызанақтарымызды езіп аламыз. Бұл біздің 40 қабатымыздың, яғни согы үшін дайындалады. Яғни осы 40 қабатты осы қызанақтың согында жабатын боламыз. Осылай барлығын рет-ретімен блендерге салып езіп алатын боламыз қызанақтардың. Міне осылай барлығын блендерден өткізіп алдық. Және бізге қызанақтың еттігі бөлігі қажет емес. Сондықтан осылай ситаға салып, етті бөлігін бір бөлек, сұйығын бір бөлек алатын боламыз. Бізге осылай сұйықтығы қажет. Осылай ыңғайлы үлкен ыдысқа, қазанымызға құйып, газдың астын қатты отқа қосып, осылай 1 сағат, жарты сағат көлемінде қайнатамыз. Енді 40 қабатымызға кірісеміз. 40 қабаттың барлығын жуып тазалап аламыз және сыртқы бөлігін алып тастайтын боламыз, қажет емес бөліктерін. Және осылай орташа көлемде етіп барлығын турап алатын боламыз. Менде бұл жерде 40 қабат кетті және 2 литрлік, 3 литрлік банкеге салатын болғандықтан барлығын орташа көлемде етіп турлаймыз. Және осылай банкілеріміздің барлығын жуып тазалап, осылай қайнап тұрған ыстық суды құйып, 15 минутқа осылай қалдырып булап алатын боламыз. Сіздер де осылай булап жасап көріңіздер. Булап дайындап алған банкілеріміздің барлығына осылай жуып тазаланған болгар бұрышын ең бірінші салатын боламыз. Мен бұл жерде көк және қызыл болгар бұрышын араластырып салдым. 2-3 бөліктен салдым. Қалауларыңызша молырақ етіп салсаңыздар болады. Және осылай ас көгімізден, яғни укропымыздан саламыз 2-3 бастан. Және де ащы бұрыштан жарты жашықты бөліктен салдым кесіп, және сарымсақтан салатын боламыз. Осылай барлығын салып аламыз және үстінен жаңағы турап дайындап қойған бөліктерге бөліп қойған 40 қабатымызды, яғни капустамызды осылай қолымызбен нығыздай отырып, барлығын салып шығатын боламыз. Жақсылап қолдарыңызбен нығыздап, басып салыңыздар. Су құю барысында ол қазір түсіп кететін болады. Сондықтан барынша қолдарыңызбен нығыздап салғандарыңыз дұрыс. Неге осылай банкілерімізге барлық көкөністерімізді салып алдық және қайнап, осылай сақырлап тұрған суымызды осы банкілеріміздің барлығына құйып 15 минутқа қалдырамыз. 15 минут өткен соң алғашқы бірінші құйып алған суымызды төк тастаймыз және жаңадан қайтадан қайнатып алған суымызды құйып, қайтадан 15 минутқа қалдыратын боламыз. Осылай 2 рет қайталаймыз. Осы уақыт аралығында қайнап жатқан қызанақтарымыздың согын бір қарап алатын боламыз. Мінекей біздің қызанақ согымыз керемет болып қайнап жатыр екен. Қалауларыңызша тұз салсаңыздар болады. Осылай екінші рет құйып алған суымызды 15 минут өткен соң төк тастаймыз. Міндетті түрде осылай 2 рет қайталап ыстық су құйып төк тастаңыздар. Және де барлық суымызды төгіп болған соң үстінен лавр жапырағын 2-3 бөліктен салсаңыздар болады. 2-3 дана. Және қара бұрыштан саламыз дөңгелек. Және үстінен 2 литрлік банкеге 2 ас қасық толтырып тұз саламыз. 3 литрлік банкеге жасайтын болсаңыздар 3 ас қасық толтырып тұз саласыздар. Қалауларыңызша 1 ас қасық толтырмай қант салсаңыздар да болады. Және 70% уксусымыздан 1 ас қасықты толтырмай құямыз. Міндетті түрде уксус қоюды ұмытпаңыздар. Барлығын осылай құйып дайындап қоямыз уксусымыздың. Және де қайнап дайын болған қызанақ согымызды үстінен барлығының рет-ретімен құямыз. Міндетті түрде жабатын кезде барлығына рет-ретімен құйып алыңыздар қызанақ согын. Алдын ала құйып қоюға болмайды. Осылай алдын ала осылай 3 банкымызды жауып қойдық және келесі банкымызды осылай сіздерге жауып көрсететін боламын. Мінекей осылай қызанақ согымызды қайнап тұрған күйінде құйыңыздар. Астын өшіріп қоюға болмайды. Мінекей осылай банкымызды жауып алдық. Аузын міндетті түрде тексеріңіздер, дұрыс жабылмай қалмасын. Және осылай жатқызып, тұзын және уксусын араласқанын бақылаймыз және барлығын араластыратын боламыз. Мінекей біздің қызанақ согында 40 қабатымыз дайын болды. Менде осылай 6 банка шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
және осылай сыртқы бөліктерін барлығын сүртіп тазалап, осылай жылы жерге бір күнге осылай қалдырып қоятын боламыз. Ауасы шығу үшін міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет. Қыста сіздермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде нәтижесімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Күз айының соңғы айларында осы рецептпен жасасаңыздар, қыста рахаттанып қою тағамдармен немесе қонақ келгенде қойсаңыздар керемет үйлесетін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Талшын. Парақшамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.